Atım Жақсылық Тәжібайұлы. Жасым 61-де. Қарапайым семьядан шықтым. Қарапайым жұмысшылар болды. Бала кезде арман көп болды ғой. Оның соның бірі инженер-механик болу ғой. Қалмаңдар деп айғайлады. Шының деп, ей замандас, ол не болады? Казатомпромға мен 2010 жылдың қаңтарында келдім. Содан бері енді 10 жыл уақыт өтті ғой. Сол оператор Эрбер жұмысымыз. Бір ес. Келгенде 4-ші разрядпен қабылдандым. Қазір 5-ші разряд. Жұмысқа келіп қабылданғаннан кейін 3 күн техника қауіпсіздік ережелерін білдім. Ережелерімен таныстым. Жұмысқа келген уақытта жаңағы сұрасам білмегенімді үйретіп, енді бәрін жүре көресің ғой. Біздің жұмыс жақсы қарсы алды. Енді көбісі жастар біздің ұжымда. Енді баламдай балалар, өзімнің 1-2 жас кішілерде бар, бірақ негізі көбі жастар жақсы қарсы алды. Қазір енді келіп жатқан жастарға мен де басқа бұрыннан жұмыс жасап жүрген мамандар білмеген үйретіп көмектесеміз. Өндірісте әйелім ұстаз, физик, 30 жылдай физик болып жұмыс жасаған. Бізде барлық жағдай жасалған, айлығы уақытында кешікпей беріліп тұрады деп жаңағы спорт залдары бар мысалға, ол жастар енді спорт жағын жақсы көреді ғой. Сондайларда әрдайым айтқанды кім айтылыма осы біздің жұмыс орнымыз ұнады мекемеміз. Содан осы таңда бәйтеуір Алла қалап осында, Алланың қалауымен осында жұмысқа орналасты. Ол да 1 жыл болып қалды, 7-8 жыл болып қалды жұмыс істеп жатқан. Жұмыстағы ұраным өтірік айтпай адал еңбек ету. Жұмыс істеуге жан-жақты мүмкіншілік бар. Айлығы тұрақты. Мерекелік қарсаңдарда мерекелік іс-шаралар болады. Тағы басқа. Сондай жақсы жағдайлары болғаннан кейін жұмысқа деген ықылас, жұмысқа деген қызығушылық. Менде егер таңдау болып жатса, қайтадан мен осы өз мамандығымда қала берер едім, осы өз мамандығымды таңдар едім.